ОЛНФО дегеніміз не? ОЛНФО бұл жоғарғы немесе төменгі жақ сүйегіне небәрі 4 имплант орнату арқылы толық жақ протезін бекітуге мүмкіндік беретін заманауи имплантация әдісі. Бұл әдіс барлық тістерінен айырылған адамдарға арналған тиімді шешім болып табылады. Импланттар жақ сүйегіне орналастырылады және оларға протез бекітіледі. Нәтижесінде науқас толық функционалды және эстетикалық тістерге ие болады. Бұл әдіс бір күннің ішінде жаңа тістермен жүру мүмкіндігін береді. Сондықтан кейде оны тістер бір күнде деп те атайды. Неге дәл 4 имплант қолданылады? Импланттардың саны протезді сенімді ұстау үшін жеткілікті. Алдыңғы 2 имплант тігінен, ал артқы екеуі сүйекпен максималды жанасу үшін бұрышпен орнатылады. Бұл құрылым толық протездің жүктемесін тең бөліп, ұзақ мерзімді қызметті қамтамасыз етеді. Бұл әдіс кімге қолайлы? ОЛНФО әдісі барлық тістерінен айырылған немесе ауыр пародонтоз, кариес нәтижесінде тістері құртылған адамдарға ұсынылады. Сонымен қатар, сүйек көлемі азайған науқастар үшін де сүйек трансплантациясынсыз қолдануға болады. Бұл әдіс әсіресе жасы үлкен пациенттерге, созылмалы аурулары бар адамдарға, мысалы қант диабеті, остеопороз және тағы басқа өте ыңғайлы болып келеді. ОЛНФО процедурасы ауыр ма? Процедура кезінде ауырсыну болмайды, себебі жергілікті анестезия немесе жеңіл седация қолданылады. Науқас өзін жайлы сезінеді, операциядан кейін аздап ісіну немесе қысқа мерзімді жайсыздықтар болуы мүмкін. Бірақ ол бірнеше күн ішінде басылады. Көптеген пациенттер осы әдісті ауыртпалықсыз және тез орындалатын деп сипаттайды. Қанша уақытта жаңа тістерді орнатуға болады? Көп жағдайда уақытша протез 2-3 күн ішінде орнатылады, ал тұрақты протез 3-6 айдан кейін бекітіледі. Бұл науқасқа бірден эстетика мен жайнау функциясын қайтарады. Осылайша адам ұзақ уақыт бойы тіссіз жүрмей, дереу нәтижеге қол жеткізеді. ОЛНФО дегеніміз не? ОЛНФО бұл жоғарғы немесе төменгі жақ сүйегіне небәрі 4 имплант орнату арқылы толық жақ протезін бекітуге мүмкіндік беретін заманауи имплантация әдісі. Бұл әдіс барлық тістерінен айырылған адамдарға арналған тиімді шешім болып табылады. Импланттар жақ сүйегіне орналастырылады және оларға протез бекітіледі. Нәтижесінде науқас толық функционалды және эстетикалық тістерге ие болады. Бұл әдіс бір күннің ішінде жаңа тістермен жүру мүмкіндігін береді. Сондықтан кейде оны тістер бір күнде деп те атайды. Неге дәл 4 имплант қолданылады? Импланттардың саны протезді сенімді ұстау үшін жеткілікті. Алдыңғы 2 имплант тігінен, ал артқы екеуі сүйекпен максималды жанасу үшін бұрышпен орнатылады. Бұл құрылым толық протездің жүктемесін тең бөліп, ұзақ мерзімді қызметті қамтамасыз етеді. Бұл әдіс кімге қолайлы? ОЛНФО әдісі барлық тістерінен айырылған немесе ауыр пародонтоз, кариес нәтижесінде тістері құртылған адамдарға ұсынылады. Сонымен қатар, сүйек көлемі азайған науқастар үшін де сүйек трансплантациясынсыз қолдануға болады. Бұл әдіс әсіресе жасы үлкен пациенттерге, созылмалы аурулары бар адамдарға, мысалы қант диабеті, остеопороз және тағы басқа өте ыңғайлы болып келеді. ОЛНФО процедурасы ауыр ма? Процедура кезінде ауырсыну болмайды, себебі жергілікті анестезия немесе жеңіл седация қолданылады. Науқас өзін жайлы сезінеді, операциядан кейін аздап ісіну немесе қысқа мерзімді жайсыздықтар болуы мүмкін. Бірақ ол бірнеше күн ішінде басылады. Көптеген пациенттер осы әдісті ауыртпалықсыз және тез орындалатын деп сипаттайды. Қанша уақытта жаңа тістерді орнатуға болады? Көп жағдайда уақытша протез 2-3 күн ішінде орнатылады, ал тұрақты протез 3-6 айдан кейін бекітіледі. Бұл науқасқа бірден эстетика мен жайнау функциясын қайтарады. Осылайша адам ұзақ уақыт бойы тіссіз жүрмей, дереу нәтижеге қол жеткізеді. ОЛНФО дегеніміз не? ОЛНФО бұл жоғарғы немесе төменгі жақ сүйегіне небәрі 4 имплант орнату арқылы толық жақ протезін бекітуге мүмкіндік беретін заманауи имплантация әдісі. Бұл әдіс барлық тістерінен айырылған адамдарға арналған тиімді шешім болып табылады. Импланттар
жақ сүйегіне орналастырылады және оларға протез бекітіледі. Нәтижесінде науқас толық функционалды және эстетикалық тістерге ие болады. Бұл әдіс бір күннің ішінде жаңа тістермен жүру мүмкіндігін береді. Сондықтан кейде оны тістер бір күнде деп те атайды. Неге дәл 4 имплант қолданылады? Импланттардың саны протезді сенімді ұстау үшін жеткілікті. Алдыңғы 2 имплант тігінен, ал артқы екеуі сүйекпен максималды жанасу үшін бұрышпен орнатылады. Бұл құрылым толық протездің жүктемесін тең бөліп, ұзақ мерзімді қызметті қамтамасыз етеді. Бұл әдіс кімге қолайлы? Олонфо әдісі барлық тістерінен айырылған немесе ауыр пародонтоз, кариес нәтижесінде тістері құртылған адамдарға ұсынылады. Сонымен қатар, сүйек көлемі азайған науқастар ішінде сүйек трансплантациясынсыз қолдануға болады. Бұл әдіс әсіресе жасы үлкен пациенттерге, созылмалы аурулары бар адамдарға, мысалы қант диабеті, остеопороз және тағы басқа өте ыңғайлы болып келеді. Олонфо процедурасы ауыр ма? Процедура кезінде ауырсыну болмайды, себебі жергілікті анестезия немесе жеңіл седация қолданылады. Науқас өзін жайлы сезінеді, операциядан кейін аздап ісіну немесе қысқа мерзімді жайсыздықтар болуы мүмкін, бірақ ол бірнеше күн ішінде басылады. Көптеген пациенттер осы әдісті ауыртпалықсыз және тез орындалатын деп сипаттайды. Қанша уақытта жаңа тістерді орнатуға болады? Көп жағдайда уақытша протез 2-3 күн ішінде орнатылады, ал тұрақты протез 3-6 айдан кейін бекітіледі. Бұл науқасқа бірден эстетика мен жайнау функциясын қайтарады. Осылайша адам ұзақ уақыт бойы тіссіз жүрмей, дереу нәтижеге қол жеткізеді. Олонфо дегеніміз не? Олонфо бұл жоғарғы немесе төменгі жақ сүйегіне небәрі 4 имплант орнату арқылы толық жақ протезін бекітуге мүмкіндік беретін заманауи имплантация әдісі. Бұл әдіс барлық тістерінен айырылған адамдарға арналған тиімді шешім болып табылады. Импланттар жақ сүйегіне орналастырылады және оларға протез бекітіледі. Нәтижесінде науқас толық функционалды және эстетикалық тістерге ие болады. Бұл әдіс бір күннің ішінде жаңа тістермен жүру мүмкіндігін береді. Сондықтан кейде оны тістер бір күнде деп те атайды. Неге дәл 4 имплант қолданылады? Импланттардың саны протезді сенімді ұстау үшін жеткілікті. Алдыңғы 2 имплант тігінен, ал артқы екеуі сүйекпен максималды жанасу үшін бұрышпен орнатылады. Бұл құрылым толық протездің жүктемесін тең бөліп, ұзақ мерзімді қызметті қамтамасыз етеді. Бұл әдіс кімге қолайлы? Олонфо әдісі барлық тістерінен айырылған немесе ауыр пародонтоз, кариес нәтижесінде тістері құртылған адамдарға ұсынылады. Сонымен қатар, сүйек көлемі азайған науқастар ішінде сүйек трансплантациясынсыз қолдануға болады. Бұл әдіс әсіресе жасы үлкен пациенттерге, созылмалы аурулары бар адамдарға, мысалы қант диабеті, остеопороз және тағы басқа өте ыңғайлы болып келеді. Олонфо процедурасы ауыр ма? Процедура кезінде ауырсыну болмайды, себебі жергілікті анестезия немесе жеңіл седация қолданылады. Науқас өзін жайлы сезінеді, операциядан кейін аздап ісіну немесе қысқа мерзімді жайсыздықтар болуы мүмкін, бірақ ол бірнеше күн ішінде басылады. Көптеген пациенттер осы әдісті ауыртпалықсыз және тез орындалатын деп сипаттайды. Қанша уақытта жаңа тістерді орнатуға болады? Көп жағдайда уақытша протез 2-3 күн ішінде орнатылады, ал тұрақты протез 3-6 айдан кейін бекітіледі. Бұл науқасқа бірден эстетика мен жайнау функциясын қайтарады. Осылайша адам ұзақ уақыт бойы тіссіз жүрмей, дереу нәтижеге қол жеткізеді. Олонфо дегеніміз не? Олонфо бұл жоғарғы немесе төменгі жақ сүйегіне небәрі 4 имплант орнату арқылы толық жақ протезін бекітуге мүмкіндік беретін заманауи имплантация әдісі. Бұл әдіс барлық тістерінен айырылған адамдарға арналған тиімді шешім болып табылады. Импланттар жақ сүйегіне орналастырылады және оларға протез бекітіледі. Нәтижесінде науқас толық функционалды және эстетикалық тістерге ие болады. Бұл әдіс бір күннің ішінде жаңа тістермен жүру мүмкіндігін береді. Сондықтан кейде оны тістер бір күнде деп те атайды. Неге дәл 4 имплант қолданылады? Импланттардың саны протезді сенімді ұстау үшін жеткілікті. Алдыңғы 2 имплант тігінен, ал артқы екеуі сүйекпен максималды
жанасу үшін бұрышпен орнатылады. Бұл құрылым толық протездің жүктемесін тең бөліп, ұзақ мерзімді қызметті қамтамасыз етеді. Бұл әдіс кімге қолайлы? Олонфо әдісі барлық тістерінен айырылған немесе ауыр пародонтоз, кариес нәтижесінде тістері құртылған адамдарға ұсынылады. Сонымен қатар, сүйек көлемі азайған науқастар үшін де сүйек трансплантациясынсыз қолдануға болады. Бұл әдіс әсіресе жасы үлкен пациенттерге, созылмалы аурулары бар адамдарға, мысалы қант диабеті, остеопороз және тағы басқа өте ыңғайлы болып келеді. Олонфо процедурасы ауыр ма? Процедура кезінде ауырсыну болмайды, себебі жергілікті анестезия немесе жеңіл седация қолданылады. Науқас өзін жайлы сезінеді, операциядан кейін аздап ісіну немесе қысқа мерзімді жайсыздықтар болуы мүмкін, бірақ ол бірнеше күн ішінде басылады. Көптеген пациенттер осы әдісті ауыртпалықсыз және тез орындалатын деп сипаттайды. Қанша уақытта жаңа тістерді орнатуға болады? Көп жағдайда уақытша протез 2-3 күн ішінде орнатылады, ал тұрақты протез 3-6 айдан кейін бекітіледі. Бұл науқасқа бірден эстетика мен жайнау функциясын қайтарады. Осылайша адам ұзақ уақыт бойы тіссіз жүрмей, дереу нәтижеге қол жеткізеді.